Сәлем достар, Супергенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге классикалық чизкейк әзірлейтін боламыз. Жасауы өте оңай және дәмі тіл үйіретін чизкейкті сіз де жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Чизкейк әзірлейтін боламыз. Сол үшін бізге топленый печенье керек, 300 грамм. Өзіңіз ұнататын печеньелерді алсаңыз болады. Мысалы, рахат деген сияқты тағысындағы печеньелерді қолдануға болады. 100 грамм сары май, 2 дана жұмыртқа, қантын тағы 150 грамм, сливки 200 грамм, және де творожный сыр 600 грамм қажет. Ең бірінші біз печеньемізді сатамыз. Печеньелердің барлығын бір ыдысқа салып, барынша татып аламыз. Печеньелерімізді сақтатып алдық. Енді ерітілген сары майымызды құямыз. Нәтижесінде печеньенің сақталғандары осындай тұрады. Яғни қатты бірігіп те емес, қатты бірікпей де сондай майлы болып тұрады. Енді біз оны алдын ала тефлоновый коврикпен қапталған формамызға салатын боламыз. Форманың диаметрі 24 сантиметр. Осылай бәрін саламыз. Және де бай жан-жағына жүреміз. Айналасын былай жасасақ болады мінекей. Нәтижесінде осындай болды. Енді ішіне салатынды жасаймыз. Творожный сырымызға 2 дана жұмыртқа саламыз. Миксерлейміз. Енді сахарный пудра саламыз. Және де сливки құямыз. Сливкемізді құйдық. Енді миксерлейміз. Мінекей дайын болды. Енді оны алдын ала дайындалған формамызға саламыз. Енді бетін тегістеп шығамыз, аздап. Енді 150 градуста қыздырылған пешімізде шамамен 25-30 минут пісіретін боламыз. Минут болды. Енді тағы да 10 минут 100 градуста пісіретін боламыз. Дайын болды. Енді бөлме температурасында салқындатамыз. Суыққа салқындатуға болмайды. Міндетті түрде бөлме температурасында салқындату қажет. Чизкейкімізді тез салқындау үшін формасынан шығарамыз. Мінекей формасынан шығардық. Емдеу үшін пайдаланамыз. Ол үшін біз клубниканы былай кесеміз. Осылайдан 4, 5, 6 тілім қылып кесе аламыз. Бірақ соңына дейін кеспейміз, себебі бірігіп тұру керек. Сосын былайынан алып, былай орналастырамыз. Осылай әсемдейтін боламыз. Алдын ала барлығын жасап аламыз қазір.
Қаңтындағын сеуіп шықсақ болады. Немесе чизкейкті осы қалпында қалдырсаңыз болады. Немесе беткі слойына бір слой джем жақсаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңызша семсеңіз болады. Құлпынайларымды қойып шығамын. Не деген дәлділік, тура жетейін деп тұр ғой. Өзі құлпынайдың қалған осы болатын. Одай санап ешнәрсе қылған жоқпын, бірақ маған тура жетті. Сонымен достар, біздің чизкейкіміз дайын. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Дәмі сөзсіз өте керемет. Мен бұл чизкейкті бірінші рет жасауым емес, уже қанша рет жасап жүрмін. Тіпті тәттіге онша құмар емес адамдардың өздерінің көңілінен шығатын керемет десерт. Сіздер де жасап көріңіздер. Неге дәмі өте керемет, сондай нәзік чизкейк дайын болды. Тоңазытқышқа толыққанды салқындағаннан кейін 1-2 сағатқа қойсаңыз болады, немесе осылай тағамға ұсына берсеңіз болады.